Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 4 қараша 2025 жыл. Сөйлеп тұрған Жұмамұрат Кеңесұлы. Лайк басып пікір жазыңыздар. Бүгінгі тақырып мақтап мемлекетті жойып жіберсе болады деген тақырып. Біздің эрамыздан 2000 жыл бұрын өмір сүрген жаңағы Рим империясында Марк Тули Цицерон деген кісі өткен. Сол кісі айтады, Рим империясының ыдырауына тікелей септігін тигізген, таңның атысынан күннің батысына дейін жер көкке тигізбей мақтап ақыр соңында Рим империясы ыдырап тынды дейді өзінің кітабында. Сол айтпақшы, кез келген мемлекетті құрту үшін жер көкке тигізбей мақтай берудің түбіне жететіндігінің айғағы. Соңғы жылдары қазақ жерінде мына телеарнасы, әлеуметтік желіде таңертеңнен кешке дейін жер көкке тигізбей, ақ найзаның ұшымен, ақ білектің ұшымен ұланғайыр жерді ата-бабамыз сақтап қалған, қазақтай халық әлемде жоқ, анау да мынау деген секілді әшейін бос дақпырт жер көкке тигізбей мақтап жатыр. Қарапайым қағида. Жуырда өткен бір жиында Қазақстан Республикасы жазушылар одағында болған жиында сол төрағасы Мереке Құлкеновтың кеңесшісі болып жүрген Әміржан Қосанов ағамыз Ұлықбек Есдәулетов пен Нұрлан Оразалин ағамызды қазақ әдебиетінің алыптары, Нұрлан Оразалин ағамызды әдебиеттің патриархы деді. Патриарх деген орыс тілі әдебиетінен аударатын болсақ, бұл дін өкілдеріне, поптарға 30-20-40 жыл қызмет істеп, орыстың шіркеуінде жүрген. Соларды патриарх дейді негізі. Әдебиетке ешқандай қатысы жоқ патриарх деген сөз. Сонысына қарамастан Нұрлан Оразалин қазақ әдебиетінің патриархы деп айдаспанға бірақ шығарды. Одан кейінгі жиында Қали Сәрсенбай Ұлықбек Есдәулетовті планетаралық ақын деді. Өйтіп біз Хакім Абайды, Махамбет Өтемісұлын, толып жатқан Қорқыт Баба Асанқайғыдан кешегі Тұрмағамбет Селеуовтерге дейінгі деңгейдегі ақындарды айтпадық қой. Планета аралық деңгейдегі ақын деу жер көкке тигізбей осылай мақтай, тисе терекке, тимесе бұтаққа ұра береді. Құдай-ау, сәл ойланып сөйлеу керек қой адам. Сонша адамның көзінше осындай теңеулер қазір бүгінгі таңда қазақ әдебиетінде өкінішке қарай. Қазақ әдебиеті газетін алыңыз, Жұлдыз журналын, Ана тілі газетін басқарып отқан Ерлан Жүністі қараңыз. Түркістан деген газетті Бауыржан Бабажановтың кітап газетті оқи алмайсың. Ішінде не әдеби сын жоқ. Бүгінгі ақын жазушылардың қалай тақырыптарды толғандырып жүрген тақырыптар, күн тәртібінде тұрған өзекті мәселелер, қазақ ұлтының тілінің қазір босағада сығалап тұрғандығы, әлі салтанатты құралмай жүргендігі өз елінде. Сол нәрселі ащы шындықтар, қордаланған мәселелер шаш етектен олардың бәрі ысырып қояды да таңның атысынан күннің батысына дейін мақтай береді. Тисе терекке, тимесе бұтаққа ұра береді. Білмеймін неге осындай болдық. Кезінде немістің ойшылы Фридрих Ницше деген өткен. Сол кісі айтады, әдебиеті жойылған ұлт жойылады дейді. Дәл өзі сондай-ақ. Қазір ешқандай әдеби сын, жалпы біреуді шығармашылығына сын айтсаң, сенен артық жауы болмайды. Сын шын болу керек дейді Мұхтар Әуезов. Және сынағанда тек оның жазба сызбаларына қарап, бұлай бол емес, олай болса екен деген сияқты ұсыныс тастасаң да, сенен жаман адам жоқ. Сондықтан сын түзелмей, мін түзелмейді дейді ана қазақ. Сын шынайы болу керек. Және көркем әдебиетке салып көмкеріліп, әдемі адамның ар ожданына тимейтіндей нысанаға тек оның шығармашылығын алу керек. Жеке басына тиісу дұрыс болмайды, ұят болады. Сондықтан қарап отырсаңыз, әдебиетте сын жоқ, саясатта сын жоқ, спортта, музыкада, кез келген саланы алыңыз, Қазақстанда кері кеткендік. Тәуелсіздік алғаннан 34 жыл болған қазақ елінде барлық сала түбегейлі кері кетіп жатыр, өкінішке қарай. Бұны көзбен көріп, қолмен ұстап отқандан кейін. Міне әлеуметтік желіні ашып қалсаң, қайдағы біреулердің отбасының ажырасуы, актриса Дариға Бадықова күйеуімен ажырасқандығы, Мөлдір Мұқанова мен Тұрсынбек Қабатовтың
отбасындағы анау ажырасып кету, соны есіл дерті біреудің отбасына өткенде де айтқанмын. Ерлі зайыптың арасына есі кеткен кіреді. Керегі жоқ. Ертең татуласып жатса сенен жаман адам болмайды. Соны қазақ әу баста білгендіктен қажеті жоқ. Одан да мәселе, қордаланған мәселе қазақта жетіп жатыр. Мінекей кеше 3 қараша Қарағанды қаласында сот өтті. Алика Мұхамедиева деген татар ұлтының өкілі қазақ халқының ар-ожданына тиген жаман ауыр ұлт араздық бабымен сотталып жатыр. Сонда соңғы сөзінде ол кешірім сұрады қазақ халқынан. Сонысына қарамастан енді ол соттың шешімі 4 жылдан кейін сотталады екен. Өйткені оның 2 жасар баласы бар дейді. Міне өзге ұлт өкілдеріне келгенде заң бізде жұмсақ болады. Өткенде 2 қабат әрең тұрған қазақ келіншегін соттап жіберді. Сонда заң бәріне бірдей деп айтылады, іс жүзінде қазақты ғана жазалай алатын біздің үкімет бар. Өзге ұлт өкілдеріне тиісе алмайды. Кезінде біз Жамбыл облысында болған қақтығыста дүнған ұлттарымен тіпті полиция келіп тұр, полицияңды ұрып қарамай тұр кім екенін. Бәрібір төбелесіп кетіп жатыр полициямен. Өйткені барлығы жемқор, параға сатылғандығын олар өте жақсы біледі. Бізден артық біледі. Сол секілді өкінішке қарай осылай қордаланған мәселелерді айтсаң, сенен жаман адам жоқ. Тек мақтай беру керек. Таңның атысынан күннің батысына дейін, міне Кеңес одағы ыдырағанда 91 жылдан бастап, міне кеше биліктен кеткен Нұрсұлтан Назарбаевты жер көкке кезінде Шерхан Мұртаза да жер айтып бармасын. Фариза Оңғарсынова, Әбіш Кекілбаев барлығы мақтады. Нұр пайғамбарға теңеді, Нұр Сұлтан деді, пәлен деді, түген деді. Міне жуырда Қазақ әдебиеті газетіне шықты. Ақын Маралтай Райымбек деген ақын сымақ біреу, дарылдап сөйлейтін біреу бар ғой. Ой, керемет, мен жер жаһанды өз қолымен ұстап тұрған секілді. 10 баланың әкесімін, мен анандаймын, мынандаймын деп. Сол кісінің өлеңі шықты. Өлеңнің тұрпаты мынандай. Маралтай айтады: ол ұлдың аты нұрдан, аты сұлтан, кеш туған зарықтырып уақытынан дейді. Ойбай-ау, зарығыпты сонда. Назарбаевты қазақ халқы зарығып күтіпті енді. Одан кейін соңында айтады: қазақтан ер тумайды, енді сізді дейді. Бұл не деген сасқандық, Құдай-ау. 30 жыл тонап, маңғыт аузыңа саңғыт деп Дубайға бүкіл байлығын алып қашып кетіп, өз ұяластарымен бүкіл байлықты со жаққа барып құйған, қазақ халқының ырыс несібесін сорып, әлі күнге дейін пайдаланып жатқан адамды сендей ұл тумайды қазақта, енді сізде ұл тумайды дейді. Бұл не деген жағымпаздықтың да шегі болады ғой. Бұл білмеймін не деп айтуға болады. Осыдан кейін өйстіп жазып қойған. Міне Қазақ әдебиеті газетіне ол 9 сыныптың қазақ әдебиеті деген не бар, пәні бар. Сол жерде де бар осы Нұрсұлтан Назарбаев туралы Маралтайдың өлеңі. Кезінде Несіпбек Айтылы жер айтып бармасын, ағамыз да Бәйтерек деген поэма жазды. Ой, жер көкке тигізбей, қазақта бұрын соңды тарихында сіздей адам болмаған, пәлен түген деп 4 бөлме үй алды. Мырзатай Жолдасбек әперді. Енді қайсы бірін айтасың, айта берсең сөз көп. Осы 34 жыл бойы біз жер көкке тигізбей мақтанудан көзілеспейміз. Күні кеше әлеуметтік желіде көріп жатырмыз. Мына Қытайлар келіп қазақ жерінде заводтар салып жатыр, қазақтар атқа мініп алып көкпар тартып жүр. Не жыларыңды, не күлеріңді білмейсің анаған қарап. Ай шіркін-ай, күндердің бірінде жалаң аяқ қаламыз ғой мына түрімізбен. Құдай-ай дедім да қойдым. Бұны неге айтып отырмын? Біле жүрсін, көре жүрсін. Өкінішке қарай бүгінгі таңда мысалы елімізде ауыз дуалы ақсақал қалмады десек артық айтқандық болмас. Келесі 2026 жылы 90 жасқа толатын Олжас Сүлейменов деген кісі бар. Сол кісіні қазақ деуге келмейді. Орыс дейін десең тағы орысқа түрі ұқсамайды. Бірақ қазаққа бір тиын пайдасы болған жоқ. Тек кезінде Азия деген кітап жазды, соған кешегі Семейдегі Неваданы көтерді, пәлен түген деп қыруар қаржасын, несібесін қазақтың алды. Қазақша қ деген әріп сөйлегісі келмейді. Қазаққа қырын көрсетеді, қазақ тілін қолдамайды, қазақ ұлтына қарсы сөйлейтін. Ол бір ма? Екінші адам Асанәлі Әшімов деген кісі бар. Қарап отырсаңыз, қазақ солардың артынан ереді де жүреді.
90-ға келеді келесі жылы. Тек кезінде ана Бекежан болып ойнады, тағы бір киноларға түсті. Соны қайда барса солардың сүйегін сарқыратып соларды апарады. Асанәлі Әшімов деген Құдайдың өзі, мен бар жоғын білмеймін, барғаннан кейін көреміз, арғы дүниеге барып келген ешкім жоқ деп отыр. Ата сақал аузына түскен кезде ауыз дуалы ақсақал болып намазға жығылып, 3-5 мезгіл намазын оқып, жастарға, біз секілді жастарға үлгі болатын ақсақал болу керек қой қазақ. Кешіресіз, ондай ақсақалды мен сыйламайды екенмін. Одан кейін тағы 80-ге келеді келесі жылы. Ғарышкер бар, Тоқтар Әубәкіров деген. Қатыны орыс екенін білесіздер, бірақ сол кісінде не аталы сөз жоқ, я бата бере алмайды, я Құран бағыштай алмайды біреуге, я бір керемет әңгімені қиыннан қиыстырып айта алмайды. Бұлардың түрі қазақ, ішкі жан дүниесі орыс. Тағы да айта берсең ондай тізім толып жатыр. Осы кісілердің артынан қазақ ереді де жүреді. Кім көрінгенді пір тұтады. Айналайын-ау, осындайда сағынам мен Ақселеу Сейдімбек деген абыз ақсақалды. О кісінің әңгіме десең әңгімесі толып жатыр. Жазған кітаптарын оқысаң көсегесі көгерсін. Ай шіркін, керемет. Мақтаған емес, мен көзім көрген, қолына дәм татқан, батасын алған адам ретінде айтайын. Ақселеу ағаны мен өте қатты сағынам. Ондай адам қазіргі таңда қазақ жерінде жоқ. Өкінішке қарай ақаңдай Ақселеу Сейдімбекұлы Сланұлы еш қазақ жерінде жоқ ондай. Қарағылды қақ жарып, отауызды орақтылды бабалардың ізімен. Кәдімгі мырдың оғындай нысананы оныр майдан қыл суырғандай сөйлейді тұғын. Бата десең бата береді, аталы сөз айта алатын. Осындай ақсақалдар біздің елге ауадай қажет. Зәруміз. Кім көрінгеннің артынан ере бермей, мен сондай Ақселеу сияқты абыз ақсақал болғым келеді. Күндердің бір күнде мен де 70-80-90-ға келетін шығармын, Құдай қалап нәсіп етсе. Сондай керемет, кемеңгер, данышпан болғым келеді. Ұлтқа салиқалы сау. Ал асхана мен әжетхананың арасында жүрген жаман, мүжірайған жаманша осырақ шал болғым келмейді. Ондай болғым келмейді, кешіресіз. Сол үшін мен қазақ десе қабырғам қайысып, қазақ десе ішкен асын жерге қоятын жігіттердің бірімін, әрі біргеймін. Сондықтан ұлтыма ара түсем. Қазақ десе кәдімгідей өлердей жақсы көрем қазақты. Лайк басып пікір жазыңыздар, көріскенше күн жақсы, сау, саламат болыңыздар.